рахат сияқты көрінеді. Бірақ ол басында ғой. Басында сондай болады. Аяғында соған жіпсіз байланады. Ол ақшаның да соры, денсаулықтың да соры. Ол еш нәрсе емес. Сол сигаретпен дос болып жүрген адам білмейді. Үстіндегі киіміне шейін сасып кеткенін. Соншалықты сасық екенін. Жанында тұрған адам соған құрмет үшін ғана тұрғандығын білмейді. Негізі, мысалы, сол адам егер сигаретті тастаса, бірнеше уақыттан кейін сигареттің иісін иіскесе жиіркене бастайтын болады. Не деген сасық нәрсе мынау деп. Киімге шейін ұрып қалады. Сөйлесе аузынан аңқып тұрады. Қолдары сап-сары болып тұрады, саусақтарына шейін.